Hi! Бүгін біз сіздермен сандарды өтеміз. Ағылшын тіліндегі сандарды жаттау және оларды айту өте оңай. Мен сіздерге қазір қалай жаттау тәсілдерін үйретемін. Кеттік. Бастаймыз. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 және 10, 10, 11, 11, 12, 12. Бірден 12-ге дейінгі сандарды жай ғана жаттап аласыз. Ал 13-тен 19-ға дейінгі сандарды жаттаудың өздерінің ерекшеліктері бар. Мысалы, 13 пен 19 жас аралығындағы баланы біз не деп атаймыз? Бізде қазақ тілінде 13 пен 19 жас аралығындағы балаларды біз жасөспірім дейміз. Орыс тілінде подросток деп айтамыз. Ал ағылшын тілінде біз ол сөзді teenager деп айтамыз. Яғни teenager ол жасөспірім. Сондықтан teenager сөзінің алғашқы teen деген бөлігін алып, сөздердің түбіріне, сандардың түбіріне жалғап көріңіз. Мысалы, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Көп адамдар осы 15-ті, мысалы 15, олар 50 деп айтады. Бірақ егер олар 50 деп айтса, ол 50 болып кетеді. Сондықтан осылай оңай жаттау тәсілі сіздер teenager деген сөзді дереу естеріңізге түсіресіздер. Сол кезде teen деген жалғауды жалғайсыздар. Соңында міндетті түрде n дыбысы бар, иә? Осылай оңай жаттап алуға болады. Ары қарай 20 саны келеді. 20, 30, 40, 50 деген ондық сандарға арналған ағылшын тілінде өзіндік жалғауы бар. Ол бізде T деген жалғау. Мысалы, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Ондық сандардың барлығы T деген жалғаумен аяқталады. Ал егер біз 21 деп айтқымыз келсе, онда біз 21, 31, 31, 32, 32. Тура қазақ тіліндегідей 21, 31, 32 деп айта береміз. 100 саны. Жүз саны ағылшын тілінде 100 немесе 100 болады. Бұл 100 немесе 100 деп аударылады. 1000, 1000, 1000, 1000. A million, 1 million, 1 миллион немесе миллион. A billion, 1 billion. 1 миллиард немесе жай ғана миллиард болады. 0, 0 деп ағылшын тілінде 0 санын айтамыз. Келесі ереже. Осы ережеден көп адамдар шатасып жатады, немесе бұл ережені білмейді. Мысалы, сіз ағылшын тілінде 500, 5000, 5 миллион деп айтқыңыз келсе, сіз бұл сандарға ешқашан көпше түрдегі S жалғауын, яғни көптік жалғауды жалғамауыңыз керек. Мысалы, тура қазақ тіліндегідей. Біз қазақ тілінде 500 деп айтамыз. 500-дер деп айтпаймыз ғой. 5000 дейміз, 5000-дар деп айтпаймыз. Ағылшын тілінде тура осындай. 500 деп айтқыңыз келсе, 500 дейсіз. Бірақ 500 болмайды, иә? Немесе 5000 деп айтқыңыз келсе, 5000. 5 million деп айтасыз. Бұл жерге қосымша көптік жалғау S жалғанбайды. Енді мысалдар. 2250 деген санды біз 2250
and 50 деп айтамыз. Немесе 999. 999. 1001. 1001. Өте оңай. Барлық тілдерде реттік сан есімдер бар. Мысалы, қазақ тілінде біз бірінші, екінші, үшінші деп айтамыз. Ағылшын тілінде де реттік сан есімдер өздерінің жолымен жасалады. Мысалы, бірінші, екінші, үшінші деген реттік сан есімдер ағылшын тілінде олар ережеге бағынбайды. Бірінші деген сөз бізде first болады. One, бір, first, бірінші. Two, екі, second, екінші. Three, үш, third, үшінші. Енді одан кейінгі 4-тен 19-ға дейінгі сандарға біз th деген жалғау жалғаймыз. Мысалы, 4-ші деп айту үшін біз 4-ті аламыз, оған th жалғаймыз, сонда fourth. Ал 10-дық сандарға бұл жерде тағы да басқаша жалғау болады. Олар сіздер білетіндей t жалғауына аяқталады, яғни y дыбысына олар аяқталады. Осы y дыбысы бізде I деген дыбысқа айналып кетеді. Сонда I, E, T, H жалғаймыз. Мысалы, 20-шы деген 20th. 30-шы 30th. Осылай I, E, T, H жалғауын жалғап, 90 деген санға дейін жалғастырып айта берсеңіз болады. Бұл жалғау бізде реттік сан есімін жасайды. Енді 21-ші, 32-ші, 43-ші, 54-ші деп айтқымыз келсе, біз оны қалай айтамыз? 21-ші деген тура қазақ тіліндегідей жасалады. 21-ші, яғни екінші сөзге, бір деген сөзге біз өзіміздің жалғауымызды жалғаймыз. Ал бірінші сөз 20 деген сөз өзгеріске ұшырамайды. Мысалы, 21-ші 21st. 32-ші 32nd. Осылай реттік сан есімдерді өздеріңіз жасай берсеңіздер болады.